Сындарма оқушылар, бүгін 7-ші сынып алгебра пәнінен 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларының бірінші нұсқасын талдайтын боламыз. Бірінші есеп тиімді тәсілмен есептеңдер дейді. Бұл жерде қысқаша көбейту формасы екі өрнектің квадраттарының айырымның формуласына келіп тұр. алымында бөлінде қазір соны талдап көрсететін боламын. Оқушылар, мына жерде бірінші есеп шығарып көрейік. 63-тің квадраты минус 27-нің квадраты бөлінген 83-тің квадраты азайтылған 79-дың квадраты. Қысқаша көбейту формуласын береді деп айттық. Бұл жерде 61-ші шақшада 63-тен азайтамыз 27-ні, көбейтілген 63-ке қосамыз 27-ні. Бөлшектің бөлімінде 83 азайтылған 79 көбейтілген 83 қосылған 79-ды беріп тұр бізге. Тең болады. Мына жерде алымында 63-тен 27-ні азайтсақ бізге нешені беріп тұр? 36-ны беріп тұр. 36 көбейтілген қосқан кезде бізге 90-ды беріп тұр. 90. Келесі бөлшектің бөлімінде 83-тен 79-ды азайтсақ 4-ті беріп тұр. Көбейтілген 83-ке 79-ды қоссақ 162-ні беріп тұр. Тең, мына жерде 36 мен 4 қысқарады 9 болады. Мына жерде бірге тең 90 мен 162 2-ке қысқарады 45 болады. Мына жерімізде 81 болады. Енді қалған жазайық. 9 көбейтілген 45 болады. 1 көбейтілген 81 болады. 81 мен 9 тағы қысқартамыз 9 болады. Бірге тең алымында 45 қалды, бөлімінде 9 қалды. 45-ті 9-ға бөлсең 5. Ал енді екіншісін орындайық. Әсін, мына жерде бұл да алымы қысқаша көбейту формуласы екен. 53-тің квадраты минус 43-тің квадраты бөлімі 73 квадрат минус 2 еселенген 73 көбейтілген 63 қосылған 63-тің квадраты. Алымы екі өрнектің квадраттарын айырым беріп тұр. 53-тен азайтамыз 43-ті, көбейтілген 53-ке қосамыз 43-ті. Бөлшектің бөлімі екі өрнектің айырымның квадратын беріп тұр. Бірінші өрнектің орнында 73 тұр, екінші өрнектің орнында 63 тұр. Соның несі болады? Квадраты болады. Тең алымы 53-тен 43-ті азайтатын болсақ, бізде 10-ды беріп тұр. 10 көбейтілген, мына жерде қоссақ 96 беріп тұр. Бөлімі 10 шықты, 73-тен 63-ті азайтсақ, оның квадраты дейді. Енді мына жерде 10 мен 10-ның квадраты қысқарады, 96 қалады, алымда бөлімде 10 қалады, тең болады. 96-ны 10-ға бөлсең 9,10-ға тең. Ал енді екінші есеп бізде көп мүшені көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Асы x-тің кубы қосылған 8 дейді. Бұл жерде қысқаша көбейту формасы екі өрнектің қосындысының кубын беріп тұр. X-тің кубы қосылған 2-нің кубы болады, тең болады. X қосылған 2-ке тең. Мына жерде x квадрат минус 2x қосылған 2-нің квадратын беріп тұр. Тең, есептеп жүрейік енді. X қосылған 2 көбейтілген x квадрат минус 2x плюс 4-ке тең болады. Екінші есеп бізде b-сы, бұл да қысқаша көбейту формуласы екі өрнектің квадраттарының айырым беріп тұр. А-ның орнында бізде 2а минус v-ның квадратын беріп тұр. Минус v-ның орнында 2а қосылған v-ның квадраты. Енді жазамыз 2а минус v минус жақшаның ішінде 2а плюс v, бірінші өрнек кетті. Екінші 2а минус v плюс 2а плюс v-ны беріп тұр. Бұл жерде жақшаны ашып алайық. 2а минус v. Минус, жақшаның сыртында минус болғандықтан ішіндегі әрбір өрнегіміз кері таңбаға өзгереді. 2а минус v-ны беріп тұр. Жақшаны жабамыз. Келесі, мына жерде жойылатын бізде v мен v жойылады. 2а-ға 2а-ны қоссаң 4а-ны беріп тұр. 4а. Тең. Мына жерде жойылатын не бар екен? 2а мен 2а бар екен, сонда минус 2v көбейтілген 4а. Ол тең болады минус 8av. Үшінші бізде с-сы, бұл жерде қысқаша көбейту формуласын беріп тұр. 121 азайтылған 4x-тің квадраты тең 121 деп отқанымыз 11-дің квадраты минус 4x квадрат деп отқанымыз 2x квадрат. Тең 11 азайтылған 2x 11 қосылған 2x-ті беріп тұр.
Теңдеу шешіңдер дейді. Жазып алайық. X минус 12, x плюс 12 минус x минус 3-тің квадраты тең 189-ға тең. Мына жерде қысқаша көбейту формуласы екі өрнектің квадраттарын айырым беріп тұр. Бірінші өрнектің квадраты x-тің квадраты минус 12-нің квадратына тең. Минус жақшаның ішінде x квадрат екі өрнектің айырымның квадратын беріп тұр. Бірінші өрнектің квадраты минус 2 еселенген, екі жердегі үшім 6x қосылған 9-ға тең. Тең 189-ға тең болып тұр. Мынаны есептеп жүрейік. X квадрат минус 12-нің квадраты 144-ге тең. Минус жақшаны ашып аламыз. Жақшаның ішіндегі әрбір өрнегіміз кері таңбаға өзгереді. X квадрат плюс 6x минус 9 тең болады 189-ға тең. Мына жерде x квадрат пен x квадрат жойылады. 6x қалады екен мына. Енді 189-ға қосамыз. 189-ға қосамыз. 153-ті. 6x тең болады 342-ге тең. 342. Енді x табу үшін 342-ні бөлеміз 6-ға. X тең болады 50. 342 6 57-ге тең болады. Жауабы 57. X тең 57. Ал төртінші есеп бізде мәтінде есеп екен. Екі санның айырымы 7-ге тең дейді. Екі санның айырымы 7-ге тең екен. Ал квадраттарының айырым дейді. X квадрат минус y квадрат тең 119-ға тең болады екен. Жүйе теңдеулер жүйе шықты. Бұл жердегі x минус y-гіміз 7-ге тең. Мынау формуланы беріп тұр. X минус y, x плюс y тең болады 119-ға тең. Бұл жердегі x минус y-гіміз 7-ге тең болғандықтан жазамыз 7 көбейтілген x қосылған y тең болады 119-ға тең. Бұл жерде x қосылған y табу үшін 119-ды бөлеміз 7-ге. X қосылған y тең болады 119 7-ге бөлетін болсаң 17 шығады екен. Енді x минус y тең 7, x қосылған y тең 17-ге тең болады екен. Мына жерде қосу тәсілмен шығарамыз. Y пен y жойылып кетеді. X-ке x қоссаң 2x болады. 17, 17-ге 7-ні қоссаң 24 болады екен. X табу үшін 24-ті 2-ге бөлеміз. 12-ге тең болды. X-тің мәні. Енді y-тің мәні табу үшін 12 қосылған y тең 17 болады. Y табу үшін 17-ден азайтамыз 12-ні. Y тең болады. 17-ден 12-ні азайтсаң 5 шығады екен. Сонда жауабы болады екен. Жауабы x-тің мәні 12 болған кезде y-тің мәні 5-ге тең болады екен.